Балалар, бүгін біз қазақ тілі пәнінен мәтін және сөйлем анаңды құрметте тақырыбымен танысатын боламыз. Бүгінгі сабақта сендер мәтінмен және сөйлеммен жұмыс жасайсыңдар. Ең алдымен оқулығымыздың 95-ші бетіндегі анаға құрмет мәтінін мұқият тыңдап алайық. Аналар күні қарсаңында біздің отбасымыздағы балалардың үлкені Асқар аналар күні жақындап қалды, анамызға сыйлық даярлайық деп ұсыныс жасады. Анамызға беретін сыйлықты өзіміз қолдан жасайық дедім. Асқар мектеп шеберханасынан үлкен қондырғы жасап әкелді. Мен оған ақ мата керіп, оның ортасына күннің суретін салдым. Маржан мен салған сурет бойынша кесте тікті. Бүкіл ғаламға сәулесін таратып тұрған күннің ортасына анамыздың суретін орналастырдық. Суреттің астына мен «Ана біздің күніміз» деп әдемілеп жаздым. Аналар күнде ерте тұрып үй жинадық. Маржан тамақ дайындады. Біз анамызды дастархан басына шақырдық. «Анашым, мерекеңіз құтты болсын» дедім күлімдеп. «Біз сізді жақсы көреміз» деп Асқар анамызды құшақтады. Маржан сыйлығымызды ұсынды. Ананы құшағымызға алып сүйдік. Балалар, енді мәтін бойынша сұрақтарға назар аударайық. Аналар мерекесі қашан тойланады? Иә, дұрыс айтасыңдар. Аналар мерекесі 16 қыркүйек күні тойланады. Мәтін кейіпкерлері аналарына қандай сыйлық дайындады? Иә, олар қолдан кесте тікті. Мәтіннің анаға құрмет деп аталу себебін дәлелде. Яғни, қандай адам болсын, өзін осы дүниеге әкелген анасын құрметтеп, оның айтқанын тыңдап, ренжітпеуге тырысуы қажет деп ұғынамыз. Балалар, енді сендерге тапсырма. Мәтіннен қаратпа сөзі бар сөйлемді тауып жаз. Яғни, қаратпа сөз дегеніміз, біреуді қарату мақсатында қолданылатын сөздерді айтамыз. Есімізде болсын, қаратпа сөздер үтір арқылы белгіленеді. Оқылған мәтіннің ішінен қаратпа сөзі бар сөйлемді тауып, көшіріп жазамыз. Келесі тапсырма, өлеңнің тиісті тыныс белгілерін қойып, көшіріп жаз. Ана біздің күніміз, ананың біз гүліміз. Ұландарды қуантып, ұзақ өмір сүріңіз. Бұл жерде қалып қойған тыныс белгілерін толық тұрамыз. Келесі тапсырма, суреттер бойынша сөйлемдер құрастыр. Балалар, әңгіме құрастырмаймыз, сөйлемдер құрастырамыз.